Отырар ауданы Ақтөбе ауылындамыз. Мінеке жалпы ауылдың тыныс тіршілігі. Бұл Қажымұқан бабамыздың үйі екен. Осы жерде туылған ғой бірақ. Туылған. Айтпас. Осы жерде кішкене Қажымұқан 2 жасарында көшпелеп көшіп кеткен ғой бұл жерден. Халықтың болашағы үшін, жастарымыздың келешегі үшін депутат болу. Депутат боласың ба? Ауылдың депутатын танисыз ба? Әкім танисыздар ма, әкім? Бұл жөнден мен әкімге ешқандай өкпе айта алмаймын. Сізді жүгер ұстапсыз. Ектіңіз ба? Жоқ. Болашақ батыр жігіттер. Бұл Ақтөбе ауылы. Отырар ауданы Ақтөбе ауылы әкімшілігінің тұрғыны, спорт мектебінің жаттықтырушысы бокстан Байғадам Омар деген азаматпын. Осы жерде тудым, осы жерде өстім. Біз Ақтөбе ауыл әкімшілігінде 2000-дан аса халық тұрады. Ауылдың жалпы экономикасы, саясаты бәрі дұрыс деп ойлаймын. Біздің ауыл негізі основной ауыл шаруашылық жұмысы. Жаңа қауын егеміз, жүгері егеміз, жоңғырышқа егеміз, мал шаруашылығы бізде. Су мәселесі бойынша біраз проблемалар туындады. Блогерлер келді. Даже осы Қазақстанға белгілі болып қалды ауылымыз. Бірақ жалпы ол мәселе шешілді, болды. Қазір суымыз, арығымыз тазаланған, биыл енді су жақсы келіп жатыр. Халықтың ешқандай жалғыз жоқ. Бәрі егісін суарып, қазір жинап алды. Жалпы осы ауылдың депутатын танисыз ба? Мен досым ба, кластасым ба? Сайлау алдындағы бағдарламалар, халыққа берген уәделер орындалып жатыр ма? Депутат халыққа жақын ба? Өзіңіз пікіріңізді айтып кетсеңіз, тұрғын ретінде. Ауыл әкімін танисыз ба? Ауыл әкімі Тайгелдір Исахан деген жігіт, өзі өте білгір, сауатты азамат. Осы кезінде агрономия саласында жұмыс жасады. Кейін ауыл әкімі болды, мінішілікте жұмыс істеді, әкімшілікте жұмыс жасады. Өзінің мамандығы болғасын агроном болғаннан кейін бізде ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Ауыл әкімшілігінде мен ырзамын. Өйткені детсатымыз бар, мынау мектебіміз бар, тепловой 11 жылдық. Мынау спорт кешені бар, жұмыс істеп жатқан. Мінекей мына жерде мәдениет сарайын салу құдағасы осы келесі айда ашылады деп отыр. Осының бәрі көшеміз таза, ауыз су берілген барлық үйге. Светіміз бар, ауыз су бізде тоқтамай 24 сағат ағып тұрады. Бұл жөнден мен әкімге ешқандай өкпе айта алмаймын. Өйткені іскер сондай азамат деп өзім ойлаймын. Тіпай бәрі бар. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Суымыз бар. Енді Құдай қаласа мына неміз ашылса, мәдениет дейміз. Әжептәуір ауылда жұмыс болады. Басқа бәрі бар, Құдайға шүкір. Ауылда немен күн көресіздер? Күн көріс. Көрсі енді жүрс жақты күн көрсі өріп атыр қой бәріміз. Жақсы. Егін, мал, шаруашылығы сіздерді қайсы? Мал ғой енді қазір. Мал ма? Мал. Жалпы ризасыздар ма? Иә, жақсы. Ойларыңызды айтып кетсеңізші. Ауыл қалай? Тыныс тіршілігі. Ана берден тетеме көрсіңізші. Біз не айтамыз ғой? Шын ғой? Көпшілік ортада жүргендер айтсын. Той жайлы айтамыз, шарт десеңіздер. Ал айтың. Анау түйе жайлы айтады. Тыныш па ауыл? Тыныш, Аллаға шүкір болсын. Уалейкум салам. Нешінші класс оқисыңдар? 8-ші класс. Атпен қайда кетіп отырсыздар? Ат суытып. Ат суытып немен айналысасыңдар? Көкпар. Есімің кім? Бағбан. Осы уақытта көкпарда шабасың ба? Иә. Молодец. Ақтөбе ауылының жастары немен айналысады бос кезде? Бос кезде ма? Немен айналысасыңдар? Не сезінеді? Атқа. Баратын жерлер Үй бар ма? шаруашылық. Саябақтар бар ма? Отырып демалатын жерлер? Қайерде? Анау мешіт жақта бар. Мына жақта бар. Не бар ауылда? Одан площадка бар, да ойнайды. Қайерде? Анау. Барып ойнап тұрасыңдар ма? Иә. Не бар ауылда? Қызықты жастарды бір шалықтатын бір Спорттар бар. бос кездерде. Спортқа барады көбісі. Қандай спортпен? Бокс бар, күрес бар, волейбол. Барасың ба өзің қатысасың ба? Иә, бокс атсын. 4 жыл Оқу қатысып. қалай? Жақсы ма? Иә. Білім болып жатыр ма? Мектеп бітіргеннен кейін қай жерге оқуға барасың? Арманың.
ауылдың жастардың арманын естик. Шымкент Кім болу? Қайда оқу? депутат болу. Депутат боласың ба? Неге? Күшті жұмыс істеген. Ауылдың тыныс тіршілігі қалай өзіңіз? Ойыңыз жақсы ма? Ауыл керемет қойдың. Керемет па? Жалпы тұрғындар немен айналысады осы? Ауылдың тұрғындары? Егін шаруашылығы. Егін шаруашылығы ма? Сізді жүгер ұстапсыз? Ектіңіз ба? Жоқ. Жолда Жатыр ма? сол тиіп, малды көріп қайтып бардым жаңа. М, Дәрі асфальт, свет жанып тұр, детсад бар, спорт комплекс бар, мектеп бар, не бар. мгм, Бәрі бар. Ортан енді клуб ашылайын деп бар, құда қаласа. мгм. Одан артық не керек? Қажымұқан Мұхитбасов атындағы жалпы орта мектебінде жұмыс жасаймыз. Мектебімізде үлкен типтік мектеп, оқушылардың барлығы бүгінгі таңда мемлекет қарамағындағы бар мүмкіндіктермен толық қамтамасыз етілген. Екі кезең бойынша оқушылар білім алуда. Көбінесе бастауыштарымыз түстенген оқиды. Тек жоғары кезде азанғы бірінші сыныптарымыз білім алады. Аз қамтамасыз етілген отбасыларға ең бірінші әлеуметтік көмек ретінде мектебімізде оқулықтармен қамтамасыз ету акциялар болады. Сол акцияларда сол оқушыларымызды бірінші қамтамасыз етеміз оқу құралдарымен және демеушілер есебінен де ол оқушыларға көмек беріледі. Мұражайымыз 92 жылы ашылған. Қарамағасы бетті тұғын, бұл жер 2009 жылы қайтып жабдықталып, бұл жерге санаттардың толықтай жинастырып, өлкетану Қажымұқан бабамыздың естеліктері, суреттері. Бұлында бабаға қатысы бар ма? Ұлы Отан соғысы ардагерлері. Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Сол кісінің жаңа оралмағандар, қайтыс болғандар, оралғандар, сол медалдарға берді. Көп атамызда бар, біз 3-4 ұрпақтар егер өткізді осы мектебімізге. Мына шақты Аймырза деген ағайымыз біздің маған ұстаздық беріп еді. Сол кісі Қажатай Шалыбаев деген ағамыз, атамыз ғой енді. Мына кісі оның? Қажатай. Сол кісіге қазақ болсын деп Сталинге хат жазған ғой ол кісі. Мына ұшақты мен ақшасын керек. Бірақ өтініш сізден. Ұшақтың ұшқышы қазақ болсын деп сол кісі ұшқан екен. Аман есен осы соғысқа қатысып, Отан соғысына. Аман есен елге оралып, бір әңгімелер айтады. Сол Қожекең Темірланға кетер кезінде, осы 47 жылы. Мынау неге не берген? Ақтөбе деген өзінің жаңа Қарашаңырақ бар. Соның ар жағына ас берген. Үш ауданға көрші. Сонда осы кісі келген екен. Ұшып келген екен сол. Мына ұшақпенен. Отырар ауданы Ақтөбе ауылында тұрмыз. Мінекей құжырақадай кішкентай үйіміз бұл Қажымұқан бабамыздың үйі екен. Таң қалдық. Осы үйде туылып өскен деген деректер бар. Осы ауылдың тұрғындары қазіргі таңда бұл үйді абайлап сақтап келіп жатыр. Оған алғыс айтамыз. Төрткүл дүниеге танымал болған Батыр бабамыздың үйіне кіреміз. Бісмилла деп. Қазір ауыл тұрғындар өздеріңіз ұйымдастырып мұражай жасадыңыздар ғой? Ауыл тұрғынымыз мектеп ұжымы ғой? Мектеп ұжымы, қолға алып. 2009 жылы. 2009 жылы. Бұл енді баба қанша жыл тұрған? 11 жыл тұрған ғой. 11 жасына дейін ба? Жоқ. 1936-47 жылдар. Бұл бала кезінде осы жерде тұрған ғой бірақ. Тұрған. Айтпас, осы жерде кішкене Қажымұқан 2 жасарында өкпелеп көшіп кеткен ғой бұл жерден. Өзі көтерген ба бұны? Мұражай ретінде ат көтере алмайтын болған ол кісіні. Ел аралап, ауыл атпен жүріп, арбамен жүріп өнер көрсететін болған ғой. Мынада халықтар жинап алып, өнер көрсетіп болған. Кеудесіне қойып, тас қойып, балғамен ұратын болған жаңа. Темірлері болған, өзі сол арбасының макеті. Біздің арбамен жүретін болған. Бұл кісі ел аралап 1949 жылы халықтан ақша жинап, өнер көрсетіп, цирк көрсетіп, сөйтіп 1944 жылы самолет жасады ғой өзі қаржысына. Ұлы Отан соғысына берген. Сталиннен деген хат келіп, осы шәуді Ақтөбе ауылы деп мына жерде бәрі жазылған. Қазақшасы жазылып тұрған. Қаны Ақтөбе? Жақындырып көшеміз олар. Осы Ақтөбе ауылының несімен берілген ба? Мекен-жайымен? Тікелей хат. Здравствуйте. Өзіңіз тас. Тайгелтір Исахан, Отырар ауданы Ақтөбе ауылы әкімі. Бұрынғы кеңес үкіметінің кезіндегі
мынау темір совхозының бөлімшесі. Мынау ауыл округі әкімшілігі болуына байланысты ауылда барлық әлеуметтік нысандар биыл түгелденді. Ең соңғысы мынау мәдениет үйі 150 орындық. Сонымен қатар емхана, балабақша, мектеп жайлары халыққа қызмет жасап тұр қазіргі таңда. 1 миллиард 187 миллион тұратын канал жұмысы салынып, каналдың жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ол да халыққа пайдалануға берілгелі отыр. Сонымен қатар жарықтандыру жұмыстары, көшелерді. Бұл мәселеде осы халықтың уәжі бар еді. Бізге осы канал бойынша, су мәселесі бойынша жеке кәсіпкерге өтіп кеткен бе, қалай болған басты? Жеке кәсіпкерге 1998 жылы кеңес үкіметінің тарауына байланысты конкурстық басқарушы барлық осындай нысандарды сатты. Сол кезде 70 мың теңгеге сатылған. Одан кейін еліміздегі заңдарға байланысты 2001 жылы ол әділет басқармасына қайта тіркеуден өткен. Сонымен халыққа ағын су жеткізіп берумен айналысады. Бұл жерде судың мәселе жетімсіздігінде емес. Біз бөген су қоймасының астында тұрамыз. Мынау керек болса ыза судың өзі 500-600 литр, жер асты бұлақ суларының өзі қамтамасыз етуге жетеді жыл сайын. Енді кәсіпкердің иелігіндегі каналдардың тозуы, қоспалардың тозуы ағын су жеткізуде қиыншылықтар келтіріп жатыр. Соған байланысты ауыл тұрғындарының наразылықтары болды. Енді соның шешу мақсатында R1 канал дейміз, сол канал іске қосылып жатыр. Оның қуаттылығы 5000 гектарды суландыруға жетеді. Сондықтан бұл мәселеде өз шешімін табады алдағы уақыттарда. Бұл жолды тұрғындардың өтініштерін, ұсыныстарын неге жеткізгенбіз. Ауданға жеткіздіңіздер. Біз қашанға жоспарлап отырсыз? Биылға. Биылға мына жолдар реттеле ме? Иә. Бұл жол қанша қаржы қаралды? 23,6 миллион теңге. Бұл күрделі жөндеу жұмысы ма? Ағымдағы жөндеу жұмыстары. Ағымдағы жөндеу жұмысына 23 миллион 600 мың бөлінді. Оны мердігер жеңіп алды. Жеңіп алды. Иә, жеңіп алды. Қазіргі таңда жұмысты бастайды ма? Бастайды. Жеңімпаз да анықталған. Жеңімпаз анықталған. Осы алдағы аптаның көлемінде басталады деп күтіп отырмыз. Отырар ауданы Ақтөбе ауылындамыз. Мінеке жалпы ауылдың тыныс тіршілігі егін мен мал шаруашылығы. Міне көшеде осындай аттармен ойнап жүрген, осы аттарды дайындап жүрген азаматтарды көрдік, ауылдың жігіттерін. Молодец, болашақ батыр жігіттер. Бұл Ақтөбе